Армардақ ағайын, эфирде Шығыс ақпарат жаңалықтар жобасы бағдарлама тізгінінде мен Балауса Мылысқызы. Біздің жобамыз еліміздің ірі тау-кен металлургиялық компаниясы Казцинктің техникалық қолдауымен жүзеге асып жатқанын естеріңізге саламыз. Алдымен аңдатпа. Бурабайда ұлттық құрылтайдың 4-ші отырысы өтті. Жырға айналған ұбт. Наурыздың алғашқы аптасында 22 түлектің нәтижесі жойылды. Неге? Өскеменде кезбе ұрылар құрықталды. Келтірілген шығын мөлшері қанша? Бурабайда 2 күнге созылған ұлттық құрылтайдың 4-ші отырысы өтті. Отырыста мемлекет басшысы сөз сөйлеп, ұлттық құрылтай мүшелері қоғамдағы өзекті мәселелерге қатысты ұсыныстарын ортаға салды. Жиында Қасым-Жомарт Тоқаев осыдан тура 3 жыл бұрын ұлттық құрылтай туралы бастама көтергенін тілге тиек етті. 3 жыл ішінде Қазақстан жаңа тұрпатты елге айналды. Саяси реформалар жан-жақты өзгерістер жасауға мүмкіндік берді. Адам құқықтарын қорғау жүйесі жақсарды. Конституциялық сот құрылды. Шешім қабылдау үдерісіне азаматтардың белсене қатысуына жол ашылды. Басқа да бағыттарда маңызды реформалар жасалды, дейді ел президенті. Жергілікті атқарушы билік органдары туралы айта келе Қасым-Жомарт Тоқаев биылдан бастап барлық аудан әкімдерін халық тікелей сайлайтынын айтты. Облыстық және аудандық мәслихат депутаттарының 90% бір мандатты округтен, яғни тікелей дауыс беру арқылы сайланады. Отырыс барысында президент бірыңғай уақыт белдеуіне көшу, салықтан жалтарып жүрген кәсіпкерлер, мемлекеттік наградалар және тағы да басқа мәселелерді қозғады. Мемлекет басшысы заңнамадағы олқылықтар бизнесті бөлшектеуге жол беріп отырғанын баса айтты. Заңнамадағы олқылықтар бизнесті бөлшектеуге жол беріп отырғанын мойындау керек. Бұл мәселеге үкіметте, депутаттарда жіті мән бермеген. Тағы да әдемі көрсеткіштерге әуестеніп кеттік. Елімізде 2 миллионнан астам салық төлеуші, яғни жеке кәсіпкерлер мен заңды тұлғалар тіркелген деседі. Бірақ олардың қандай кәсіпорындар екеніне, қалай пайда болғанына, қанша салық төлейтініне, тіпті оны төлеп жатыр ма, жоқ па дегенге еш талдау жасалмаған. Бірақ құр кінәлаудан іс оңға баспайды. Ахуалды шұғыл түзету қажет. Үкімет пен парламентке заңнамаға жедел түрде тиісті түзетулерді енгізу керек, деді президент. Бұдан бөлек Қасым-Жомарт Тоқаев бірыңғай уақыт белдеуіне көшуге қатысты пікірталасқа нүкте қойды. Үкімет пен парламент мәселені талқылады. Арнайы зерттеулер жүргізілді. Шешімге күмән келтірген қоғам белсенділерінің қаупі мен күмән күдігі расталған жоқ. Сондықтан елімізде бірыңғай уақыт белдеу болуға тиіс. Бұл тәсіл мемлекеттің ісін жеңілдетеді, логистика мен көптеген бизнес үдерісті оңтайландыруға септігін тигізеді. Осымен пікірталасты доғару қажет деп ойлаймын. Оның үстіне бұл мәселені саясиландырудың қажеті жоқ деп мәлімдеді ол. Мемлекет басшысы ұлттық құрылтай мүшелері көтерген өзекті мәселелерге, оның ішінде алаяқтық, кәсіптік техникалық білім беру, әйелдер колониясындағы ахуал сынды мәселелерге жеке тоқталды және аталған проблемаларды шешу жөнінде нақты тапсырма берді. Еске салсақ, 2022 жылы президент Қасым-Жомарт Тоқаев ел дамуындағы өзекті мәселелер талқыланатын ұлттық құрылтай құруды міндеттеген еді. Осыған дейінгі жиындар Ұлытау, Түркістан және Атырауда өткен болатын. Наурыздағы ұбт-ның алғашқы аптасында 22 түлектің нәтижесі жойылды. Бұл туралы Білім және ғылым министрлігі мәлім етті. Белгілі болғандай, 10 талапкер смартфон және шпаргалка сынды тыйым салынған заттарды алып кіру кесірінен тест тапсыру мүмкіндігінен айырылған. Қалған 12 талапкер тестілеу кезінде ереже бұзған үшін аудиториядан шығарылыпты. Жаңа формат, жаңа мүмкіндіктер дейміз. Дегенмен ұбт төңірегіндегі түсініспеушілік толастар емес. Осыдан бірнеше жыл бұрын талапкерлерге бір ғана мүмкіндік берілетін. Қазір бәрі басқаша. Қағаздан электронды тестілеуге көштік. Шекті балл жоғарылап,
тәртіп өзгерген. Қуанарлығы оқушылар енді бірнеше мәрте бақтарын сынайды. Наурыз ұбытысы 1 наурыз бен 6 сәуір аралығында өтетіні жазылған. Тестілеуге қатысуға 163 мың талапкер ниет білдірген. Жалпы шқо бойынша бұйыл 4385 түлек мектеп тәмамдайды. Болжамды деректерге сәйкес 3684 оқушы тестілеуге қатысады. Бұл түлектердің 84%. Ресми ақпарат бойынша талапкерлердің көпшілігі, нақтыласақ, 18,4% математика, физика пәндер комбинациясын тапсырған, 16,1% шығармашылық емтихан, 12% биология, химия пәндерін таңдаса, ең аз таңдау түскен комбинация химия, физика. Оны 35 түлек тапсыруға ниет білдіріпті. Ерекше білім беру қажеттіліктері бар талапкерлер үшін қолайлы жағдай жасаудың арқасында наурыз ұбытысына 69 талапкер қатысты. Осы тұста тестілеудің жаңа форматы оқушылар үшін қаншалықты ыңғайлы екенін білу мақсатымен облыс орталығындағы нөмірі 46 орта мектепке барып қайттық. Бұрынғы ұбыты мен қазіргі ұбытының айырмашылықтарын тоқтала кетсем, ең алғашында бізде бірыңғай ұлттық тестілеу, мектептегі қорытынды аттестаттау болмай, бірыңғай ұлттық тестілеу бірге болған болатын. Ол кезде қағаз күйінде тапсырып, жаңағы әрбір қағазды бояп, оны бір-ақ рет берілетін қағазға ол мүмкіншілік оқушыларға аз болатын. Өйткені бір рет қателесіп бояп қоятын болса, оқушыға ол жаңағы -1 балл болып кетіп, жаңағы оқушыларға өте тиімсіз болды. Енді ол жылдан жылға жаңарып, қазір былтырғы 2023-2024 жылдан бастап оқушыларға өте үлкен мүмкіндік берілді. Оларға 4 рет тапсыру, 2 рет ақылы түрде, 2 рет жаңағы компьютермен тапсыру мүмкіндігіне ие болды. 10 қаңтардан бастап 10 ақпан аралығында бір рет біздің оқушылар тапсырып шықты. Олардың нәтижелері жаман емес. Былтырғыға қарағанда жаңағы сол балды алып тұр. 82 балл болып тұр. Былтырғы оқу жылында бізде 92 балға көтерілген болған. Енді жылдың соңына дейін тағы да оқушылар тапсырады. Бізде 101 оқушымыз бар. Оның ішінде денсаулығына байланысты бір оқушы тапсырмайды, және шетелге барам деген бір оқушы тапсырмайды. Қалған 98 оқушы толық жаңағы бірыңғай ұлттық тестілеуге кіреді. Бізде жылда оқушыларымыз грантқа өте көп түседі. Былтырғы оқитын оқушыларымыздың 80% грантта жеңіп алатын болса, биылда енді 80-нен көп деп өзіміз үміттеніп отырмыз. Биылғы оқу жылында енді бізде 17 алтын белгі бітіргей отыр. Соның барлығының нәтижесі өте жақсы болады деп мен сеніммен айта аламын. Оқушылардың бұрынғыға қарағанда өзіне сенімділігі артып келе жатыр. Қазіргі таңда осы аталмыш мектептің 11 сынып оқушыларын ұлттық бірыңғай тестілеу бойынша география пәнінен дайындаудамын, және 11 М1 сыныбының сынып жетекшісі қызметін атқарамын. Ұлттық бірыңғай тестілеуге географияны таңдаған балалардың саны жылдан жылға артып отырған жағдай бар. Өйткені география математика, география биология, география ағылшын пәндерін таңдаған мамандықтарға сұраныстың және әлем деңгейіндегі сұраныстың көп болғандығы. Соған байланысты қазіргі таңда 101 оқушының 22-сі география пәнін таңдап отыр. Осы уақыт аралығында дайындық жұмыстары жүйелі жүргізілуді. Өткен 7-ші, 8-ші, 9-ші, 10-ші сыныптар бойынша қайталау жұмыстары жасалып, соңғы уақыттарда және қатемен жұмыстар атқарылып жатыр. Балалар былтырғы уақыттармен салыстырғанда балалардың және білімге деген және құштарлығы, көзқарастары бөлек, білімнің және керек екендігін және біліммен ғана жетуге болатындығын олар түсінген. Бұрынғы форматпен салыстырғанда қазіргі кезде тек қана тест жұмыстары ғана емес, мәнмәтіндік тапсырмалар, сәйкестендіру тапсырмалары балаларға оңтайлы болған сияқты. Сондықтан алдағы уақытта оқушыларым жоғарғы нәтижеге жетіп, өздері қалаған мамандық иесі болатынына кәміл сенімдемін.
Ұстаздар қауымы ұбт-ның реформалануы түлектерге оң әсерін тигізгенін айтады. Бірыңғай тестілеу нәтижесін сарыла күтетін уақытта артта қалды. Тестілеуге кірген талапкер өзінің жинаған балын бірден көреді. Өскемендік алтын белгіге үміткер Жанель Кәрімұратова ұбт-ның жаңа нұсқасы біз үшін таптырмас мүмкіндік болды дейді. Бұрынғы кезде менің үлкен апайым бар. Ол енді тапсырған кезінде олар бір-ақ рет қана тапсыратын, және олар қағаз түрінде, қағазға бір-ақ рет кіріп сөйтіп жазып шығатын. Ал қазіргі кезде бізде мүмкіндіктер өте көп. Біз 4 рет кіре аламыз. Қазіргі таңда мен ұбт-ға дайындығым жақсы. Бізді мектептегі мұғалімдеріміз өте бізді жақсы дайындауда. Тек өзіміздің оқулықтарымызды түзету үшін біз жеке репетиторларға барамыз. Өзім алтын белгіге үміткермін. НТ-да алып жүрген балдарым 100-ден жоғары. Бірақ әлі де өзім қалаған балымды алған жоқпын. Соған тырысып жүрмін. Өзім таңдаған пәндерім физмат, физика, математика. Алдағы уақытта инженерлік іске тапсырғым келеді Астана қаласында. Жыл сайын білім саласында күрделі реформалар жүргізілуде, және мұның барлығы жастардың болашағы үшін пайдалы екендігі көңіл қуантады. Мәселен, жуықта өткен мәжіліс отырысында төменгі палатаның төрағасы Ерлан Қошанов енді талантты жастардың ешқандай ұбт-сыз жоғары оқу орындарына түсуге болатынын айтты. Сондай-ақ халықаралық байқаулардан жүлдемен оралған оқушыларға 6 миллион теңгеге дейін бір реттік сыйақы төлеуді ұсынды. Бұдан бөлек оларды дайындаған ұстаздарға да ынталандыру сыйлықтары қарастырылатыны сөз болды. Кейінгі жылдары биліктегілер бақылауды күшейтіп биометриялық сәйкестендіруді енгізді. Аудиторияға бейне бақылау камералары орнатылды. 2023 жылы оқу ағарту министрлігі жалған жауаптарды сатудың бірнеше жағдайын анықтады. Бірақ бұл қара нарықты тоқтата алмады. ұбт реформаланып жатыр, бірақ тестілеу қаншалықты адал және объективті өтіп жатыр деген заңды сұрақ туады. Осы орайда жаңа формат пен тест тапсыратын жаңа буынға сәттілік тілейміз. Еліміздің 1000-ға жуық мектебі заманауи пәндік кабинеттермен қамтылды. Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша шағын қалаларда, аудан орталықтарында және ауылдық жерлерде мектептерді жаңғырту жұмысы қарқынды жүргізіліп жатыр. Ресми дерек бойынша былтыр 967 мектепте рекордтық көрсеткіш тіркелген. Нақтыласақ, 1621 химия, биология, физика, STEM және робототехникаға арналған заманауи пәндер кабинеті жабдықталған. Оның ішінде 601 мектеп ауылдық жерлерде, қалған 366-сы қалаларда орналасқан. Бұл жерлерде 760 мыңнан астам оқушы оқиды. 2029 жылға дейін кемінде 7 мың дәл осында кабинет ашу жоспарлануда. Ал білім министрлігінің мәліметінше мемлекет жыл сайын мектептерді салуға және жаңғыртуға қаражат бөледі. 2023 жылдан бастап 2000-нан астам мектепке 3128 заманауи пәндік кабинет алынды. Сондай-ақ еліміздің түкпір-түкпірінде инклюзияны қолдау кабинеттері жабдықталып жатыр. Бүгінгі таңда олардың саны 1080, оның ішінде 216-сы былтыр ашылған. Айта кетейік, ағымдағы жылдың соңына дейін балалардың қолжетімді әрі сапалы білім алу үшін тағы 83 кабинет іске қосылмақ. Кезекте әлеуметтік желіде әкімдер не деп жатыр айдары? Бүгін әріптесіміз Наргиз Еркінбекова халық қойған сауалды жауапсыз қалдырмайтын әкім жайлы айтады. Эфирде әлеуметтік желіде әкімдер не деп жатыр жобасы және оның жүргізушісі мен Наргиз Еркінбекова. Бүгін біз халықпен кері байланыс орната білетін әкім туралы айтамыз. Ол кім десеңіздер, Қатон-Қарағай ауданының әкімі Данияр Дүйсенбаев. Әкім мырзаның парақшасына шолу жасай отырып, сауал жолдаған тұрғындарға үнемі жауап қайтаратынын байқадық. Тіпті парақшасына бекітіліп тұрған мына жазбаға 123 пікір жазылыпты. Халықтың дені әкімді қолдаған. Кейбірі сауалдарын жолдапты. Мәселен, бір оқырман сәлеметсіз бе, жаңадан тартылған су жүйесін биыл қосасыздар ма деп жазыпты. Әкім міндетті түрде деп кері байланыс білдіріпті. Сұрағына жауап алған тұрғын, рахмет, сұрағымды жауапсыз қалдырмағаныңызға деп алғыс білдіріпті. Енді бір тұрғын Қатонның Алтай бөлігіне детсад керек
керек. Балаларымызды катонға тасимыз, такси жалдап шырқыден төмен салсаңдар. Бұрын 2-3 садик болған, қазір біреу-ақ. Кемпір шалдарға қиын, жоғары тасуға ыңғайлы болар еді. Салсаңдар Алтай жаққа депті. Бұл арыз шағымға әкім бүйдепті. Кезекке тұрған бала санына қарай облыстық білім басқармасына бюджеттік тапсырып жасаймыз. Ұсынысыңыз өте орынды. Бірнеше күннен бері толассыз жауған қарды тазалауға байланысты мына бір жазбаға оқырман Алтай жақты қашан тазалайсыздар деп пікір білдірген. Әкім Алтайда 4 көше тазаланды. Топаркова көшесін ертең тазалап бітіреді. Қазіргі уақытта тазалап жатыр. Нақты қай көше бойынша мәселе деп тілі қатыпты. Байқағанымыз әкім халықпен тығыз байланыста. Әкім бол, халқыңа жақын бол дегендей арыз шағым тыңдалып, мәселелер шешімін тауып жатқаны көңіл қуантады. Ендеше әкім мырзаға біз де көппен бірге сәттілік тілейміз. Іске сәт. Осымен бүгінгі хабар тамам. Көріскенше күн жақсы. Өскеменде бірнеше қалада ұрлық жасаған күдіктілер ұсталды. Өскемен қаласында полиция қызметкерлері кезбе ұрыларды әшкерелеп күдіктілерді құрықтады. Тергеу барысында күдіктілер өзге өңірден келіп, ұрлықты алдын ала жоспарланған анықталды. Олардан құлып ашатын түрлі кілт тәркіленген. Дәл осы кілттер арқылы шаһардағы көп қабатты үйлердің біріне заңсыз кіріп, 2 ноутбук, зергерлік бұйымдар және басқа да бағалы заттарды қолдеткен. Келтірілген шығын мөлшері 1.350.000 теңге. Жедел іздестіру іс-шаралары кезінде күдіктілер анықталып, уақытша ұстау изоляторына қамалды. Қазіргі уақытта тергеу амалдары жүргізілуде. Құқық қорғау органдары азаматтарға сақтық шараларын қатаң ұстауды ескертеді. Тұрғын үй қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында сенімді құлыптар орнату, бейнебақылау жүйесін пайдалану немесе дабыл қондырғысын қою ұсынылады. Сондай-ақ тұрғындар аулада немесе кіре берісте күдікті адамдарды байқаса, бұл туралы дереу полицияға хабарлауы маңызды. Мұндай сақтық шаралары ұрлықтың алдын алуға және қоғамдық қауіпсіздікті нығайтуға ықпал етеді делінген хабарламада. Шығыста шығармашылық салтанаты Шығыс креатив хаб алғашқы форум өтті. Шығыс Қазақстанның орталығы бүгінде креатив атаулының эпицентріне айналды. Мұнда идеясы ерек, ойы ұшқыр, болашағы жарқын жандар бас қосқан Шығыс креатив хаб форум өтті. Шығыс Қазақстан облыстық филармониясының залы тек өңірлік таланттарды ғана емес, Алматы, Астана, Батыс Қазақстан облысы мен тіпті Санкт-Петербургтен келген жетекші сарапшылар мен спикерлерді де қабылдады. Форумның басты мақсаты шығармашылық индустрия өкілдерін ортақ платформада тоғыстырып, жаңа деңгейге көтеру, өзара тәжірибе алмасу және өңірлік креаторларды қолдау. Бұл жиын идеялардың ұштасып, жаңа жобалардың бастау алатын алаңына айналды. Толығырақ сюжетте. Көрме бізге үлкен болашаққа деген шабыт береді. Біздің келешек жастарымыздың әрқашанда өздерінің қазақи бұйымдарын бұрынғы қолданған және де қазіргі таңда осы тарихи жазбалар, осы кітапта бейнеленген қазақи осы бұйымдар және де тасқа қасалып жазылған бұйым таңбаларды осы еске алу мақсатында бүгінгі біздің көрме өткізілуде. Шығыс Қазақстан облысының креативті индустрияның бөлімдері шақырып осыған сәті түсіп қатысып отырмын. Енді бұл шара неге арналған? Біз секілді мысалы үшін қол өнершілерді, сонан кейін киім дизайнерлерін, сонан кейін сәндік бұйымдардың дизайнерлері, солардың жұмысын халықпен таныстыру үшін, елге көрсету үшін және олардың, қалай айтсам, шығармашылығын елге танымал қылуға көмектесетін бір үлкен мүмкіндік деп ойлаймын. Және біз секілді креаторларға ол қолдау деп сенемін. 5-9 наурыз аралығында Италияда өткен ересектер арасында кикбоксингтен World Cup Italian Open әлем кубогы өтті.
Шығыс қазақстандық кикбоксингшілер Мақсат Ерланұлы чемпион атанып алтын медаль иеленсе, Серікбол Ермеков күміс жүлдегер атанды. Өскемендегі вокзалдардың бірінде спортшыларды жанкүйерлері зор қошеметпен қарсы алып құрмет көрсетті. Вокзал басына домбырасын ала жеткен белгілі айтыскер ақын Нұртай Тілеужанұлы жеңіспен оралған спортшыларға арнау айтып, олардың жетістігін жырға қосты. 75 келі салмақта өнер көрсеткен өскемендік Мақсат Ерланұлы әлем кубогында 4 жекпе-жек өткізіп, барлығында жеңіске жетіп, К1 санатында чемпион атанды. Ал 63-те 5 келі салмақта сынға түскен Серікбол Ермеков фул контакт ережесі бойынша екінші орынды иеленді. Біз осы Италия қаласында өткен, Италия елінде өткен әлем кубогінен оралып отырмыз. Мен бұл жарыста екінші орынға ие болдым. Бірінші жекпе-жегімен өзбекстандық спортшымен күш сынастым. Келесі екінші бойда мен финляндиялық спортшымен бокстастым. Ақтықсында өзіміздің тараздық спортшымен бокстастым. Ол жарыста менде финляндиялық спортшымен бокстасқан кезде жарақат алып алдым. Иығым шығып кеткен болатын. Содан біраз бокстасуға қиын болды. Осы жарыстан өте жақсы әсер алдық. Осымен бүгінгі хабар тамам. Біздің арнамызға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сондай-ақ әлеуметтік маңызы бар оқиғалардың куәсі болсаңыздар, төменде көрсетілген нөмірге ақпарат жіберсеңіздер болады. Жобамызға техникалық қолдау білдірген Казцинк компаниясына алғысымызды білдіреміз. Көріскенше күн жақсы.